Ассалаумағалейкум достар, қалайсыздар? Бүгінгі шығарылымда мен сіздерге қазақтардың ең сүйікті, тек қазақтар емес, оғымен қоса көршілес мемлекеттен келетін, Қырғызстаннан, Ресейден, Украинадан келетін адамдардың сүйікті тұрғын үй кешені. Сүйікті болмаса да, бірақ білмеймін, көбісі келіп жатқандардың ең бірінші осы жаққа келеді. Барлығы емес, бірақ көбісі. Бұл Лос-Анджелес қаласында орналасқан Орсини деп аталатын тұрғын үй кешені. Ар жақтан кіргенде бізді ең бірінші міне осындай айналым қарсы алады. Ортасында кішігірім фонтан типтес бір нәрсе бар. Гүлдер өсіп тұрады жан жағында. Одан кейін міне мынау кіретін есігі. Кеттік па? Дайынсыздар ма? Менің артымда тұрған есіктен кіреміз. Кіре берісінде мынандай қараңыздар. Екі арыстан ескерткіші бар, өте әдемі. Жалпы Орсиниға келген кезде ең алғашқы әсер демі жер болып көрінеді. Гостиницада жүрген сияқты сезінесіз. Уақыт өте әдемілікті ұмытасыз да, минустарын көре бастайсыз. Өз басым сондай. Есіктен кіргеннен кейін бізде мына жақта осындай лобби күтіп алады. 4 креслосы бар ортада. Одан кейін сол жақта охрананың орны, мына жақта охрана отырады. Мына жақта посылкалар тастамаңыздар деп айтқан, бірақ та тамақ тапсырыс берген кезде осы жаққа тастап кетіп жатады әдетте. Мына жақта лизинг офис деп аталады. Менеджерлар бәрі осында отырады. Жалға алу жайлы ақпаратты осы жақтан аласыз. Тағы да лобби жақта бірінші қабатта дәретханалар бар. Міне қыздардікі, міне ұлдардікі. Мына жақта баскетбол алаңы бар, бірақ бұл жермен сіз баскетбол алаңына өте алмайсыз, тек қана қарауға болады, яғни көрермен ретінде. Міне қараңыздар. Мына жақта көрермен ретінде отырсаңыз болады, ал мына жақта міне баскетбол алаңы. Осы жерде келіп баскетбол ойнауға болады, жаттығу жасауға болады деген сияқты. Бұл барлығы тегін кіре бересіз. Тек қана алдын ала ескертіп, өзіңіздің жоспарлап уақытыңызды қойып, сол уақытта келсеңіз болады. Лоббидан ары қарай өтсеңіз, мына жерде сізді бастапқы лифт күтіп алады. Негізінде бұл кешенде шамамен 6 лифт бар. Кешен өте үлкен. Бұл есік арқылы паркингқа өтесіз. Тұрақ бұл жақта 3 қабатталады, яғни бірінші қабатта бар, екінші қабаттың жартысында бар, және де бірінші қабаттан төмен P1 деп аталатын қабатта тұрақ бар. Дәл қанша көлік сиятынын білмеймін тұраққа, бірақ та үлкен, өте үлкен тұрақ. Барлық тұрғындарды қамтамасыз ете алатынына сенімдімін. Бірінші қабатта пакетч консьерж деп аталатын қызмет бар. Міне қараңыздар. Бұл не десеңіздер, бізде де бар. Шатаспасам, ана Каспи қазір соңғы кезде жасалып жүрген. Бір нәрсе тапсырыс беретін болсаңыз, интернет арқылы кез келген сіздің посылкаңызды осының ішіне қалдырып кетеді. Сіз мына жақта код теру арқылы сол посылкаңызды алуыңызға болады. Бұл қызмет ақылы тұрғыннан $20 ма шамамен бір рет шешеді. Нақтысын білмеймін, бірақ шамамен $20 деп айтайын. Және де бұл қызметті барлығы қоспайды, кейбірлері қоспай жатады. Сол қоспайтындарды көбінде тапсырыстарын жай ғана шетіне тастап кетеді. Міне қараңыздар, былай посылкаларды ұрлап жататын жағдайлар жиі кездеседі. Бұл жақта лифттардың барлығы арнайы кілтпен жұмыс жасайды. Тұрғындарға берілетін кілттер былай саласыз, керекті қабатыңызды басасыз. Егер кілт болмаса көтеріле алмайсыз. Тек бірінші қабатқа кілтсіз түсуге болады. Екінші қабатта не бар? Екінші қабатта жинайтын адамдар бар десең. Мына жақта пошта бар, пошта. Бұл деген сіздерге келген хаттарды тастап кететін орын. Әр тұрғынның өзінің бөлек жәшік шесі бар. Біздікі мына жақта. Есімде жоқ қайсы екен, себебі мен поштаны аса көп тексермеймін. Ары қарай барса, кітапхана бар. Кітапхана деп аталады. Бұны да кілтпен ашасыз. Менің кілтім ашпай тұр, себебі кітапхананы да тапсырыс беру арқылы аласыз дегенмен менде сіздерге лайфхак бар. Егер кітапхананың үлкен есіктері ашылмаса, жай ғана айналып өтіңіз да, мына жақта кішкентай есік бар, осы ашылады. Жоқ, бұл да ашылмайды екен. Ішінде қазақтар бар, қазір бізге есік ашып береді. Кітапханаға қалай кіресің? Охранадан сұрайсың ба? Ол ашып бере ма келіп? Болды. Не қараңыздар, мына жақта кітапхана. Кітапхана деген аты бар, бірақ кітаптары өте аз. Дегенмен бұны кітапхана ретінде ешкім қолданбайды. Бұл жақта жай ғана келіп сабақтарын оқуға. Қалайсың не? Ассалаумалейкум. Мына жақта 2 диван бар, мына жақта стол бар. Мына жақта осындай креслолар бар. Әрбір столда тоқтар бар міндетті түрде, ноутбукқа немесе телефон зарядтауға.
Мына жақта міне Арсенийдің алдына қарасаңыз болады. Міне осындай кітапхана, іші тып-тыныш, шынымен де келіп сабақ оқуға немесе де басқа бір ноутбукпен жұмыстарыңызды істеуге ыңғайлы орын. Айшаның шапкасын жоғалтып алдық, міне тауып алдым. Бизнес-центр дейді. Бизнес-центрлары осындай десең, біздің Есентай сияқты емес десең. Бизнес-центрде мынандай компьютер бөлмелері бар. Мына қараңыздар, 2 компьютер, біреу Mac, біреу Dell. Одан кейін мына жақта да дәл солай Mac, Dell бұл жаққа кіріп жұмыс істей бересіз. Бұны да күзеттен сұрап, күзет келіп ашып беру керек екен. Мына жақта қараңыздар, принтер тұр. Яғни қағаздар шығарам десеңіз, осы жақтан шығаруға болады. Бірақ өзіңіздің қағазыңызды алып келесіз шамамен. Қараңыздар, банкомат тұр. Банкоматтан ақша шешуге болады, бірақ ол үшін сізде картаңыз болу керек және картаңызда ақша болу керек. Сосын міне кинотеатр. Мына жақта кинотеатр бар бізде. Ойлаңыздар, комплекста кинотеатр бар, бірақ біз тұрғанымызға шамамен 3,5 жылдай болды. Бірде-бір рет кинотеатрға кіріп көрмеппіз. Әр кезде айтамыз, барамыз деп, бірақ та бара алмай жүрміз. Ай сайын бір кино көрсетіп тұрады. Және де бөлек өзіңіз жалға алып, яғни ол да тегін, алдын ала ескертіп кіріп көрсеңіз болады. Мына жақта конференц-зал. Бұны да күзет арқылы ашасыз. Бұл көп есіктердің барлығын, осындай бөлмелердің бәрін күзет арқылы ашасыз. Мына жақта тағы бір осындай әдемі жер бар екен. Бұл жерде фонтан бізде. Екі жағында екі баспалдақ арқылы 3-ші қабатқа көтерілесіз. Ал енді мен сыртқа шығып кеттім де, ішке кіре аламын ба? Кіруге болады екен. Барлық есіктер бұл жақта осындай кілт арқылы. Кілтіңіз болмаса кішкене жағдайыңыз қиындап қалады. Екінші этажда жаңа біз оң жаққа кеттік, ал сол жаққа кетсе бізде жаттығу жасайтын зал бар. Осындай міне жаттығу құрылғылары бар. Джимда бұл жақта, ассалаумалейкум. Джимда бұл жақта тегін, яғни комплекс тұрғындарына арналған. Міне мына жақта гантельдер бар, мына жақта турник, мына жақта басқадандай стретчинг, йога жасайтын зона. Мына қараңыздар, осындай фонтанчик, яғни су ішуге арналған. Суы бірақ фильтрленген деп ойламаймын. Туалеттің ішінде не бар? Қараңыздар достар, туалеттің ішінде сауна бар. 2 сауна. Міне, ыстығынай. Міне мынау біреу ағаш, және екіншісі кафель. Сосын душтар, мынандай міне жәшікшелер. Бұл заттарыңыз салып қоюға. Мына жақта массаж бөлмесі бар, массаж жасайды. Мына жақта танинг салон дегенді білмеймін, бір салон екен. Сосын джимнан шығатын 4 есік бар. Сол бір есіктердің бірінде 2 автомат тұр, біреуінде сусындар сатады, екіншісінде әртүрлі пішна, чипсы деген сияқты. Арғарай бассейн өтесіз, бірақ бассейн қазір жабық, дегенмен қазір кіргізетін болса көрсетеміз. Бір қызығы достар, енді келген кезде осындай жаттығу залын, бассейнді көресіздер да, болды күнде барам деп ойлайсыз. Сосын сәл-сәл барасыз, қалады бәрі. Қолда бардың қадірі жоқ деген сол. Жаңа айтқанымдай, джимнан шығатын 4 есік бар. Сол есіктердің бірі бізді сыртқа алып келеді. Бұл жақта гольф деп атайды. Гольф алаңы бар, кішігірім, және де құм бар, волейбол ойнайтын жер бар, жалпы жүретін, ойнайтын өте күшті алаң. Қазір сіздерге көрсетем, дайынсыздар ма? Та-дам! Міне, осындай алаң, мынандай міне жолмен жай жүрсеңіз, немесе жүгірсеңіз болады. Мына жерде мынандай құм тұр. Құмда кішкентай балалар әдетте ойнайды. Кішкентай балалар жоқ болса, бұл жақта волейбол ойнауға болады. Не қараңыздар, волейболға арналған жағажай волейболы бар ғой, сондай сияқты. Міне қараңыздар, кішкентай гольф. Бірақ ешқашан біреудің гольф ойнағанын мен көрмеппін. Мынандай кішкентай лумкалар бар. Гольф байлардың ойыны дейді ғой. Демек Арсенийда байлар тұрмайтын сияқты. Себебі ешкім гольф ойнамайды. Айтпақшы тағы да шахмат ойнауға болады бұл жақта. Себебі міне мынандай үстелдердің үстінде шахматтарға арналған қазір көрсетемін. Не қараңыздар. Фигуркаларды өзіңіз алып келу керексіз. Мына жоғары жақта бассейн бар. Бассейнға қазір өтетін боламыз. Қазіргі сәтте бұл бассейнде жөндеу жұмыстары болып жатыр. Жаңартып жатыр бассейнді. Шамамен 2 ай бұрын бастаған шығар. Мүмкін 3 ай бұрын бастаған шығар. Әлі жасап жатыр. Әлі бір 2 ай жасайтын сияқты. Бұл жақта да асықпай жасайды екен. Жалпы негізінде 3 Арсений комплексі бар. Барлығын санаған кезде 1, 2, 3, 4 бассейн бар.
Ал дәл осы біз тұратын екінші Арсенийда екі бассейн бар. Міне біреуі, қараңыздар. Суға секіруге болмайды бұл жақта, себебі ішінде су жоқ десең. Айтқанымдай жөндеу жұмыстары болып жатыр. Сол себепті бассейн жабық. Дәл бассейннің қасында мынау жол арқылы өтетін болсаңыз, джакузи бар. Суы суық екен, демек джакузи қазір істеп тұрған жоқ. Бассейннің жұмысын бітіргеннен кейін сол кезде ашады деп ойлаймын. Бірден джакузиден шығып бассейнға секірген күшті. Джакузиға секіруге болмайды дейді, қараңыздар. Мына кішкентай джакузиға секірсең қалай болады екен? Сосын міне мынау қосатын жері. Осы батырманы басу арқылы джакузиді іске қосасыз. Баспайын. Болды, біз бассейннан кетіп бара жатырмыз. Бассейнға кіретінде, шығатында 1, 2, 3, 4 жол бар. Мына жақта айтпақшы, душ бар екен. Бассейннан шыққаннан кейін душқа келіп шайынсаңыз болады. Тағы да айта кететіні, бұл бассейн 3-ші қабатта орналасқан. Бұл жақта Арсенийдің 3-ші қабаты, ол міне мынандай жер. Яғни осылай жүрсеңіз, мынау тұрған үй, мысалға 3-ші қабат мынау тұрған пәтер. Мынау тұрған 4, 5, 6, 7 деп арға кете береді. Мына жерде барбекю зона бар. Келіп, мұнда стейк жасасаңыз болады. Бірақ та дәл қазір жасай алмайсыз, себебі істеп тұрған жоқ бұлар. Мен айтамын ғой, ұзақ тұрғаннан кейін минустарын байқай бастайсыз деп, мынау барлық стейктер жұмыс істемейді. Стейк жасаймын десеңіз, 1-ші Арсенийға бару керек болады. Ол жақта да осындай барбекюлардың, грильдардың тек біреуі ғана жұмыс істейді. Мына жақта отырып тамақтанасыз. Мына жерде мындай пеш бар. Кім білет, мүмкін сізде келіп қалып осы Арсенийдан пәтер алып қаларсыз. Сол себепті мен сіздерге өзімнің кеңесімді айтайын, 3-ші қабатқа жоламауға тырысыңыздар, себебі менің естігенім жалпы. Енді қарайсыз ғой, мен жамандап жатқаным емес, бірақ 3-ші қабатта жер болғандықтан, мынандай осындай жерде орналасқандықтан 3-ші қабатта кей жағдайларда ұрлықтар болып жатады деп естідім. Яғни балконыңызды егер ашып қалдырып кетсеңіз, немесе балконыңызға бір нәрселер қойып қойсаңыз, затыңызды алып кетуі мүмкін. Бір досымның 2 рет ноутбугын ұрлаған. Одан кейін 3-ші қабаттың тағы бір минустары, мен естігенім, бұл жақта тарақандар көп болады деп естігенмін. Шындық па, өтірік па білмеймін, бірақ енді адамдардың айтуы бойынша. Сосын менің тағы да бір досым 3-ші қабатта тұратын, осындай жер қабатта тұратын, раквинаның астынан жылан тауып алған. Енді ол білмеймін, ол 3-ші қабат болғандықтан ба, әлде жай сондай совпадение ме. Ал мынау міне 3-ші қабаттың ішкі ауласы. Бұл жақта өте әдемі, сондай кішігірім жасанды речка жасап қойған фонтанмен. Мына жерде киіз үй тұр десең. 3-ші қабат арқылы жүріп біз осылай дәліздерден шығамыз. Мынау осы жаңағы 3-ші қабатта орналасқан пәтерлер. Мынаны көрсетуге ұмытып кетіппін. Бұл 2-ші қабаттағы тұрақ. Бірақ та бұл жақта тұрғындардың көлік қойған көрмеппін мен. Көліктер тұр енді, бұл білмеймін, тұрғындардық ма жоқ па, мүмкін бұл 2-ші қабаттың тұрағына тек бұл жақта жұмыс істейтін адамдар қоятын шығар. Бағанағы кіреберісті Арсенийдің алдын сіздерге сәл жоғары жерден көрсетейін. Міне қараңыздар. Мынау басты кіретін лоббиға есік, ар жақта тұрған паркинг. Міне мынау 1-ші қабаттағы паркинг, анау көлік кіріп бара жатқан, және анау тұрған қақпа ол 2-ші емес, бірден төменгі қабаттағы паркинг, яғни П1 деп аталатын қабат, минус 1-ші қабат. Паркингтары арнайы пультпен ашылады, мынандай кілт болады, осы кілт арқылы ашасыз. Қазір мен біздікін ашып көрсетейін. Әне бастым, ашылады. Егер сізде осындай кілт болмаса, күтіп тұрасыз, біреу келіп ашқанға дейін. Пәтерге кірген кезде, егер сіз 2 бөлмелі пәтерге кірсеңіз, 2 тұрақ орнын береді, және 2 осындай кілт береді. Егер 1 бөлмелі пәтерге кіретін болсаңыз, сізге 1 орын береді, және 1 кілт береді. Егерде сізге тағы да қосымша орын керек болса, ақшаға сатып алсаңыз болады. Сатып алсаңыз болғанда ай сайын төлеп тұрасыз. 2 орындық тұрақ $175, 1 орындық тұрақ $125. Ал мына жерде мынандай турник бар. Тағы да осы гольф алаңы жайлы айтатын мәселе, ол адамдар, жалпы білесіздер ғой, Америкада өте көп адамдар ит асырайды. Осы гольф алаңына иттерін шығарады. Негізінде осы гольф алаңының ережесі бойынша бұл жаққа иттерді шығаруға болмайды. Бірақ та
адамдар оған мән бермей иттерін шығарып жатады. Жарайды, иә, итіңді шығар, қыдырт, артынан жинап кету керек қой. Кейбір тұрғындар бар, артынан жинамайтын. Анда-санда мына шөптің үстінде боқтар жатады, иттің боқтары. Өкінішке орай. Хоппа! Вау, мына жақты қара. Даунтаун. Арсений кешенінің бір-біріне жалғасып кете беретін бітпейтін дәліздері. Бұл жақта шынымен өте көп пәтерлер. Алғаш келгенде адасып кету, керекті пәтерді таба алмау деген кездесіп жатады. Алғаш келген демей қойын, айдына қаншама уақыт тұрса да, мұнда әлі күнге дейін шатасып жүреді. 7-ші қабаттамыз. 7-ші қабаттың шатырын ашамыз. Шатырында бассейн бар. 5-ші лифт арқылы, міне жазып тұр, 5-ші лифт арқылы 7-ші этажға шықсаңыз, бірден руфтопқа келесіз. Руфтоп деп аталады. Бұл шатырда орналасқан бассейн. Яғни бұл да бір демалатын орын. Мына жақта бірден туалет бар. Ұлдарға және қыздарға арналған. Мына жерде су ішуге арналған фонтан. Әрбір бассейнде душ бар осындай. Бассейннің өзі. Қараңыздар. Бұл деген жаңа айтқандай шатырда орналасқан бассейн. Міне қараңыздар қандай көрініс. Қалаға деген. Мынау тұрған жолдың арғы бетіндегі Арсений 1 Эванс деген ол ағылшын үйрететін колледж. Тек ағылшын емес, енді жалпы колледж, басқа да мамандықтары бар. Сосын ар жақта Арсений 3 көрінбейді екен. Лос-Анджелес қаласының орталығына көрініс. Мына жақта міне біз бағана барған гольф. Мынау көз алдарыңызда тұрған ол хайвей деп аталады, немесе фривей деп аталады. Тағы да айта кететін, ол қараңыздар, мына хайвейдің ар жағында Арсенийға ұқсас комплекс тұр ғой. Ол деген Арсений емес, Да Винчи деп аталатын бір компанияның ғой, жалпы осындай Арсений, Да Винчи, тағында Ферранта деген бар, Пьеро деген бар, Медичи деген бар. Осындай бірнеше комплекс бар. Соның барлығы бір компанияға, GHP деген компанияға тиесілі. Ар жақта қараңыздар, үйсіздердің үйі. Арсенийдің қасында үйсіздердің үйі бар. Әне тұрған палаткалар. Көбінде үйсіздер сондай көпірдің астында мекен дейді. Жаңбырдан қорғану үшін шығар. Негізінде достар рахат қой, комплекстің ішінде сіз тұрып жатқан кешеннің ішінде бассейн болса, жаттығу залы болса, осылай міне отыратын шезлонгтар болса, дегенмен осының бәрін қолданбаймыз. Басқаларды білмеймін, мен өз басым айтайын, жалпы біздің отбасымыз мүмкін уақыт өте қызық емес болып қалғаннан кейін ба, сол ғой жаңа қолда бардың қадірі жоқ деген сияқты. Осы есік арқылы біз қайтадан дәлізге шығамыз. Мынау жаңағы біз болған бассейннің шығатын жері. Бұл жақта да 2 шығатын және кіретін есік бар. Осылай қайтадан дәлізден шығамыз. Міне мына жақта 7-ші қабаттың пәтерлері басталады. Тағы да көрсететін нәрсе ол деген қоқыс лақтыру процесі. Барлық қабаттарда арнайы қоқыс лақтыратын жерлер бар. Міне мынандай есікпен жабылып тұрады. Есікті ашасыз. Міне мына жаққа қоқысыңызды тастайсыз. Бұл деген әр қабатта бар. Өкінішке орай кейбір адамдар осылай қоқыс лақтыратын жердің қасына өзінің қоқыстарын тастап кетіп жатады, тіпті ішіне сиятын. Андай тамақ емес, бір коробкалар, үлкен қораптар, сыймайтын заттар болса мен түсінемін, бірақ та кәдімгі андай ас үйдің қоқысы болады ғой, желінген тамақтар сондайды үлкен пакетпен өстіп қалдырып кететін жағдайлар болып жатады, өкінішке орай. Ол деген өте қате нәрсе деп білемін. Міне тағы да дәліз, міне тағы да дәліз, міне тағы да дәліз, осындай адасып кететіндей бар негізінде. Әр қабатта 112 пәтер бар. Білуімше себебі бірден басылады да 112, жоқ 113-тен бітеді. Яғни міне мына мысалға 70-98 деп тұрған, ол 7-ші қабат, 98-ші пәтер. 6-ші қабатта дәл осы пәтердің асты 60-98 болады. 5-ші қабатта 50-98 деп сөйтіп кете береді. Осы Арсений 2-де 113-ке дейін барады. Демек, 3-тен бастап 7-ші қабатқа дейін 113 пәтер бар. 2-ші қабатта жартылай паркинг және кішкене пәтерлер бар. 1-ші қабатта түгелдей паркинг. Лестница да бар. Міне лестницалары осындай, лестничный площадкалары. Лестница қолданатын адам көрмеппін мүлде. Бұл жаққа да, яғни кіре бересің, бірақ та дәлізге өтер кезде кілтпен кіруің керек болады. Кілтің жоқ болса кіре алмайсың. Тағы да айтып кететін, не бар бұл жақта? Боулинг бар, бірақ боулингқа біз осы жақта қаншама тұрып жатсақ та кіріп көрмеппіз. Жалпы сіздерге барлығын көрсетіп
күтуге тырыстым деп ойлаймын. Бұл жақта 2 бөлмелі және 3 бөлмелі пәтерлер бар. Пәтерлерді бөлек шығарылымда көрсете жатармын. Жалпы бұл ақпарат енді осы жаққа Лос-Анджелес қаласына келем деп жүрген адамдар болса, бұл жалпы Арсенийға шолу керек болып қалар. Бағаларын айта кетсек, 2 бөлмелі пәтерлер орта есеппен $2000-2100 шамасында айына. 3 бөлмелі пәтерлер $2600-ден басталып, $3000, $3200 шамасында болып жатады. Әрине одан да қымбаттары бар. Ол жаңағы аумағына байланысты арзандаулары да табылып қалар мүмкін. Кім біледі. Ол да неше түрлі факторларға байланысты. Терезен қайда қарайды, бөлменің, үйдің, пәтердің аумағы қанша, қай қабатта орналасқан деген сияқты факторларға байланысты. Осымен сол достар, Арсений жайлы кішігірім ақпарат, шолу. Мүмкін келіп жатсаңыз, Лос-Анджелесқа, осы жаққа келсеңіз керек болып қалар, білетін боласыз.